Сайрат Эмирес жоғарғы көпсалалы болашақ колледжінің мед 101-11 тобының студентімін. Сіздерге жүрек кенеттен тоқтаған кезде шұғыл көмек көрсету алгоритмін көрсететін болады. Ең алдымен науқасқа алғашқы көмек көрсетпестен бұрын науқастың қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, қатты жерге горизонтал түрде жатқызамыз. Содан кейін науқастың қал жағдайын білеміз, яғни оның есін бағалаймыз. Сіз менің естіп тұрсыз ба? Сізде барлығы жақсы ма? Науқаста жауап жоқ. Келесі ұйқы артериясының пульсін тексереміз. Пульс жоқ. Естимін, көремін, сеземін арқылы тынысын тексереміз. Тыныс жоқ. Көз қарашығы, жарыққа реакциясы жоқ. Қара жеделдегі адам, дереу түрде жедел жәрдем шақырыңыз. Жедел жәрдем келгенше науқасқа жанама массаж жасаймыз. Ол үшін төстің өсіндісі арқылы қолымызды 2 сантиметр жоғары жерге қолымызды бекітіп, жанама массажды жасаймыз. Ол үшін қолымыз шынтақ буыны бүгілмеу қажет. Жанама массажды бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Кейін науқасқа жасанды тыныс беру үшін оның басын өзімізге қарап, аузындағы бөтен заттардың барлығын алып шығамыз. Бөтен заттардың барлығын алып шығып, басын қайтадан қалпына келтіреміз. Сафардың 3-тік тәсілін қолданамыз. Өзіміздің қауіпсіздігіміз үшін аузына дәкені қоямыз. Науқастың басын шалқайтып, мұрнын жауып, аузын ашып, жасанды тыныс беруді бастаймыз. Дәл осы циклды 5 рет қайталаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Науқастың жалпы жағдайын қараймыз. Пульс бар. Тыныс алуы қайта қалпына келді. Көз қарашығы жарыққа реакцияны берді. Зардап шегуге алғашқы көмек көрсетілді.